Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ғабиден Мұстафиннің өмірі мен шығармашылығы. Сабағымыздың мақсаты Ғабиден Мұстафиннің өмірі, шығармашылығымен танысу, Ғабиден Мұстафиннің асқан дарынын, шеберлігін таныту, шығармалары туралы түсініктерін қалыптастыру. Ғабиден Мұстафин 1902-1985 жылдар аралығы өмір сүрген қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстанның халық жазушысы, Абай атындағы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Бұрынғы Ақмола облысының Нұра өзенінің жағалауындағы Сарытөбе атты жерде, қазіргі Қарағанды облысының Бұқар-Жырау ауылында дүниеге келген. Ауыл молдасына ескіше сауат ашып, 14 жасында Спасскі зауытының табелшісінен 1 жыл орысша оқып, сондағы орыс-қазақ мектебін бітірген. 20-шы жылдардан бастап ауылдағы кеңес жұмысына араласты. 1925-33 жылдары білімін көтеру мақсатында Қызылордаға келіп, оқуға түсе алмай, өкілеттік сотта іс қағаздарды тіркеуші болып істеген. Түскен шағымдарды есіне ала отырып, ел ішіндегі заңсыздықтар туралы мақала жазуды үйренді. Жазушылыққа деген ұмтылысы да осы кезеңдерден басталды. 1933-38 жылдары Қарағанды қаласындағы шахтада темір жонушы, слесарь. 1938-40 жылдары Қарағанды пролетариаты, қазіргі орталық Қазақстан газетінің жауапты хатшысы, Новосібірде шыққан Қызыл ту газетінің әдебиет майданы, қазіргі Жұлдыз журналының әдебиет қызметкері, редакторы. 1953-57 жылдары Қазақстан Республикасының Жазушылар одағы басқармасының төрағасы. 1961-64 жылдары Қазақстан Республикасының Жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы қызметтерін атқарды. Ғабиден Мұстафиннің шығармашылықпен қатар қоғамдық өмірге саяси белсене араласты. Қазақстан Коммунистік партиясы одағының комитетінің мүшесі, 6-шы сыйлығының КСРО жоғары кеңесінің депутаты, Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты. Ол 2 мәрте Ленин, 2-ші дәрежелі отан соғысы, еңбек қызыл ту ордендерімен және көптеген медальдармен марапатталған. КСРО министрлер кеңесінің 1986 жылғы 31 наурызындағы қаулысымен Алматы қаласындағы бір көшеге, Қарағанды қаласындағы номері 1083 орта мектеппен, Бұқар-Жырау ауылындағы Березняки ауылына белгілі жазушы Ғабиден Мұстафин есімі берілген. 2001 жылғы Астана қалалық әкімшілігінің қаулысына сәйкес, қалалық мәслихатының 25-12-2001 жылғы номері 132-26 шешімімен Астана қаласындағы жаңа көшелердің біріне Ғабиден Мұстафиннің есімі берілді. 2002 жылы Қарағанды облысындағы Ғабиден Мұстафиннің туғанына 100 жыл толуына орай торқалы мерейтойы кең көлемде аталып өтіліп, Токаревка кенті Ғабиден Мұстафиннің кенті болып өзгертіліп, Қарағанды қаласындағы көшеге аты беріліп, жазушының ескерткіш мүсіні орнатылды. Жазушы Ғабиден Мұстафиннің шығармашылық жолына тоқталып өтетін болсақ, 1927 жылы Жыл құсы журналында алғашқы Сәрсен мен Боқаш тырнақалды әңгімесі жарияланып, 1929 жылы тұңғыш әңгімелер жинағы Ер шойын деген атпен жарық көрді. 1940 жылы Қарағанды шахтерлерінің өмірінен жазылған Өмір не өлім атты тұңғыш романы жарияланды. Бұл кітап үлкен шығармашылық жолдың бастауын белгілеген ақын еңбегі еді. Соғыс жылдарында құлаған қос, алынған кек, басқа пәле тілден, айғақ, тұтқын, күлмеген адам, керуен секілді шағын туындыларды өмірге алып келді. Ғабиден Мұстафиннің кітаптары Дауылдан кейін, Шығанақ, Миллионер, Алыптың кереметтері, Керуен, Алынған кек, Тұтқын, тағы да басқа кітаптары жарық көрді. Соғыстан кейін ол кең көлемді прозада қалам тартып, тары дақылынан мол өнім алуда дүние жүзіне танымал болған Шығанақ Берсиев өмірінен Шығанақ повесін жазды. Соғыс жылдарында еңсесі түскен елге ерен еңбегі арқылы көмек көрсетіп,
демеу болған ақтөбелік диқан шығанақтан да басқа онда еңбек адамдарының кесек тұлғалары көрініс тапқан. Шығармада қажырлы еңбектің нәтижелі жемісі сөз етіледі. Ауыр арпалыс нәтижесінде жеткен жаңа өмірдің күрделі де қиын жолын үлкен суреткерлікпен жазады. Бұл өз кезегінде ұрпақты еңбексүйгіштікке, табандылыққа, адалдыққа жетелейтін тәрбиелік мәні жоғары шығарма болды. Миллионер повесі соғыстан кейінгі халық өміріндегі өзгерістерді бейнелеуге арналған. Повесть бірнеше шет тілдерге аударылған. Ағылшын, неміс, француз, испан, поляк, чех, болгар, венгер, қытай, тағы басқа. Шығарма желісі бойынша осы аттас пьесада жазылған. Ол «Қарағанды», «Дауылдан кейін», «Көз көрген» романдарын жазды. Бұл шығармалар идеялық көркемдік қуатының молдығымен қазақ әдебиетіне зор үлес болып қосылып, жазушыны әдебиеттің аса көрнекті өкілдерінің қатарына көтерді. Ғабиден Мұстафин шығармалары шет тілдеріне аударылып, оқырмандардан өз бағасын алды. Ғабиден Мұстафиннің шығармалары 20 ғасырдың басындағы дүрбелең оқиғалар мен қоғамдағы жаңалықты, ел басынан өткерген ауыртпашылықты кеңінен суреттеумен құнды. Мұнда Ғабиден Мұстафин өзі өмір сүрген дәуірдің панорамалық суретін жасап, қиыншылықтарды жеңе отырып, ілгері ұмтылған қоғамда адамдар қарым-қатынасын көркем бейнелейді. Кеңестік дәуір әдебиетінде көрнекті шығармалардың біріне айналған «Қарағанды» романы ел экономикасы көтерген өндіріс ошағы мен өңірдегі жұмыскерлер, зиялылар турасындағы кең тынысты күрделі роман. Автор бұл шығармасында өміріне өлім романының кейбір сюжеттік желісін пайдалана отырып, ұлттық зиялылар қауымының қалыптасу кезеңінен нанымды бейнелейді. Кейіпкер тағдырын қайшылықты оқиғалар легі арқылы өзі ұтымды көрсетіп, адамдар әрекетін уақыт тұрғысынан емес, адамгершілік ұстаным тұрғысынан тануға ұмтылды. Әлеуметтік психологиясының тереңдігімен ерекшеленетін «Дауылдан кейін» романы 20 жылдардың орта кезеңіндегі қазақ ауылындағы өзгерістерді көрсетуге арналған. Көркемдік сипаты, шынайылығы, психологиялық сезім күйлерін суреттеудегі шеберлігі, образдардың жан-жақты ашылуы, оқиғалардың күрделілігі жағынан роман қаламгердің елеулі табысы саналды. Шығармадағы өмір шындығы «Көз көрген» романында отаршылдық пен езгіге қарсы күрес арқылы жалғасын тапты. Өз өмірінен және өзімен тұстас аға буынның басынан кешкен тарихи кезеңдер жайында мағлұмат беретін мемуарлық трилогия жазуды жоспарлаған Ғабиден Мұстафин «Көз көргенді» дүниеге әкелді. Ғабиден Мұстафин шығармаларының негізгі тақырыбы өндіріс өмірі мен ауыл тіршілігінің тынысы. Құрметті студенттер, осы бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша сіздерге берілетін үй тапсырмасы Ғабиден Мұстафиннің өмірі мен шығармашылық жолының хронологиялық кесте толтырыңыз. Екінші, жазушының «Дауылдан кейін» романын оқып, мазмұндық талдау жасаңыз. Үшінші, қазақ жазушысы Ғабиден Мұстафин тақырыбында эссе жазыңыз. Құрметті студенттер, назарларыңызға рахмет.